Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта сан аралықтарын бірігу мен қиылысуын өткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге бірінші берілген тапсырмамыз координаталық түзуде орналассын. Координаталық түзуде -15 саны мен 3 санының арасы берілсін. Және екіншісі -4 пен 10 санының арасы берілсін. Осы екі аралықты алдымен белгіленуімен жазуымыз қажет, және олардың қиылысуы мен бірігуін көрсетуіміз керек. Олай болса, бірінші аралығымыз бізде -15 пен 3 санының арасы. -15 аралыққа кіргендіктен тік жақша -15, ал екінші жағы, екінші шеткі мүшесі 3 болғандықтан бұл сан аралыққа кірмейді. Ал екінші аралығымыз -4-тен бастап 10-ға дейін, бірақ -4 саны бұл аралыққа кірмейді. -4-тен 10-ға дейін 10 саны бұл аралыққа кіреді. Енді осы екі аралықтың бірігуі мен қиылысуын жазайық. -15-тен 3-ке дейін қиылысады -4-тен 10-ға дейінгі аралықта. Яғни екеуі де жартылай интервал, олардың қиылысуы -4 пен 3-тің аралығы, яғни интервалға тең. -4-тен 3-ке дейін. -4 пен 3 саны аралыққа кірмейді. Енді осы екі аралықтың бірігуін қарастырайық. -15-тен 3-ке дейінгі аралығымыз бірігеді -4 пен 10-ның аралығында. Яғни бірігуі осы екі аралықтың ортақ барлық мәндері, яғни ол бізде -5-тен 10-ға дейін. Яғни кесінді түрде болады -15-тен 10-ға дейінгі аралықтар. Келесі, осыған ұқсас екінші тапсырманы қарастырайық. Координаталық түзу берілсін. Бірінші аралығымыз -8-ден +8-ке дейінгі аралық болсын. Ал екінші аралығымыз бізде -2-ден +8-ке дейін болсын. Осы екі аралықтың қиылысуы мен бірігуін жазайық. Алдымен берілген координаталық түзудегі аралықты жақшамен белгілеп жазсақ. -8-ден +8-ке дейін дегеніміз ол бізде -8-ден бастап +8-ке дейін. Бұл бізде ашық сәуле. Ал екінші аралығымыз -2-ден бастап +8-ке дейін. Ол да бізде ашық сәуле, -2-ден бастап +8-ке дейінгі аралық. Олай болса, осы екі аралықтың алдымен қиылысуын қарастырайық. -8-ден +8-ке дейін қиылысады -2-ден +8-ке дейінгі аралық. Координаталық түзуде байқағанымызда екеуіне ортақ қиылысқан аралық ол бізде -2-ден +8 бола алады. Яғни қиылысуы -2-ден +8-ке дейінгі аралық. Ал енді осы екі аралықтың бірігуін қарастырсақ, бірігеді -2-ден +8-ке дейін. Яғни координаталық түзуде екі аралыққа кез келген әйтеуір аралығы бар, барлық аралықты қарастырамыз. Ол бізде -8-ден +8-ке дейін. -8-ден +8-ке дейін берілген сан аралықтың бірігуі болып табылады. Келесі, үшінші тапсырманы мына аралықта қарастырайық. Үшінші тапсырма координаталық түзу берілсін. Және бірінші санымыз -8-ден -12-ге дейін болсын. Ал екінші аралығымыз бізде 2-ден 10-ға дейінгі аралық болсын. 10 осы аралыққа кіретін болсын. Осы аралықтың қиылысуын қарастырайық. Алдымен аралықты жазсақ, -8-ден -12-ге дейін, ол бізде бірінші аралық. Екінші аралығымыз 2-ден 10-ға дейін. 10 саны бізде тік жақшаға жазылады. Ал екеуінің қиылысуын қарастыратын болсақ, координаталық түзуде бұл екі аралық қиылыспайды, сондықтан олардың қиылысуы бос жиын болып табылады. Ал бірігуі осы -8-ден -12 мен 2 мен 10-ның арасы ғана қалады. Келесі есепті қарастырайық. Төртінші есеп берілген мына түрде берілсін. Формуласын жазсақ, -13 пен 4-тің арасы және олардың бірігуі. Келесі аралығымыз бізде 3 пен 10-ның арасы. 10 бірақ осы аралыққа тиісті болсын. Осы аралықта x-тің
максимум мәні мен және x-тің минимум мәнін жазуымыз қажет. Бізде берілген екі аралықты алдымен координаталық түзуге саламыз. -13 аралыққа кіреді. -13 пен 4. 4 саны аралыққа кірмейді. -13 пен 4 саны. Келесі 3 пен 10. 3 саны 4-тің алдында, сондықтан 4-тің алдына белгілейміз 3-ті, ал 10 4-тің оң жақ бөлігінде бұл аралыққа кіреді. Яғни бізге осы екі аралықтың бірігуін аламыз деген сөз. Сонда -13-ден 4-ке дейінгі сан аралықпен бірігеді. 3-тен 10-ды қоса есептегендегі аралық. Ол бізде бірігуі -13-ден бастап 10-ға дейінгі сан аралығы болып табылады. Осы аралықта ең үлкен мәні, яғни x максимум мәні тең болады -10-ға тең болады, кешіріңіздер, ал x минимум ең кіші саны тең болады -13-ке. Келесі, осыған ұқсас тағы бір есепті қарастырайық. 5-ші есеп. Берілгені -9-дан 5-ке дейін, 5 осы аралыққа кіретін болсын, және қиылысады -4-тен 13-ке дейін. Осы екі санның арасында қиылысудағы x-тің максимум, яғни ең үлкен және ең кіші мәнін табуымыз қажет. Олай болса, координаталық түзуге осы екі аралықты салып аламыз. -9 аралыққа кірмейді, ал 5 саны аралыққа тиісті. Яғни бұл бізде жартылай интервал. Ал екінші бізде интервал берілген -4 5-тің алдында және -9-дан үлкен. -4, -9 пен 5-тің арасында, 13 саны 5-тің оң жағында. Сонда -4-тен бастап 13-ке дейінгі сан аралық. Енді осы аралықтардың қиылысуын жасатын болсақ, -9-дан 5-ке дейінгі жартылай интервал мен -4-тен 13-ке дейінгі интервалдың арасында қиылысуын жасақ, координаталық түзуде байқағанымызда, ол бізде -4 пен 5-тің аралығы. -4 пен 5-тің аралығы. Бұл бізде жартылай интервалға тең. Олай болса, x максимум бұл аралыққа кіретін ең үлкен мәні 5 болғандықтан максимумы 5-ке тең. Ал x минимум ең кіші мәні, -4 ең кіші мән болғанмен бұл аралыққа кірмейді. -4-тен кіші бүтін санымыз -3-ке тең. Келесі 6-шы тапсырма. Бізге екі ашық сәуленің арасындағы ашық сәуле, олардың қиылысуында интервал пайда болатындай, 3 пен 7 болатындай интервалы кез келген ашық сәулені жазуымыз керек. Олай болса, ашық сәулені жазу үшін олардың қиылысуы 3 пен 7 болғандықтан, біріншісі минус шексіздіктен 7-ге дейін, ал екіншісі 3-тен плюс шексіздікке дейінгі ашық сәулелер болып табылады. 7-ші тапсырма. Жартылай екі интервалдың қиылысуы тең болсын кесіндіге. Кесіндідегі аралық 5 пен 7. Олай болса, олардың шеткі мүшесі біреуі тиісті, екіншісі тиісті емес болады. Бірақ бірінші аралықта кез келген сан болады, бірақ жартылай интервал. Яғни 7 соңғы мүшесі болу керек. Оның алдында 7-ден кіші кез келген сан. Мысалы 0. 0 мен 7-нің арасы. Ал екінші интервал, жартылай интервал бізде 5 пен кез келген сан 10-ның арасы болсын. Яғни осы екі аралықтың қиылысуы 5 пен 7-нің аралығы болады. Біз сіздермен қарастырдық сан аралықтардың қиылысуы мен бірігуін. Келесі кездескенше сау болыңдар.